Біздің көзіміз әлемді тану, көру, сезіну үшін Құдай сыйлаған ерекше сый. Алайда кейде көзімізде түрлі аурулар пайда болып, олар біздің көру қабілетімізге қатер төндіреді. Бүгін біз кератит деген ауру туралы сөйлесеміз. Бұл не? Оның белгілері қандай? Одан қалай сақтануға болады? Армысыздар, құрметті достар, құрметті тыңдармандар, сіздермен бірге бақытты жүрек бағдарламасы. Бірінші, ол көз аурулары жайлы жалпы түсінік. Алдымен көз ауруларынан қаншалықты кең таралғанын тоқталайық. Көзіміздің әлсізденуі немесе түрлі инфекцияларға шалдығу көп кездесетін жағдай. Ғылымдардың зерттеуіне сүйенсек, қазір көптеген адамдар түрлі көз ауруларына шалдығып жатады. Бұл экология, дұрыс тамақтанбау, ұзақ уақыт экран алдында отыру секілді факторлардың салдарынан болуы мүмкін. Көз ауруларының ішінде кератит өте қауіпті әрі ауыр өтетін ауру. Кератит дегеніміз не? Кератит көздің қасан қабығының қабынуы. Бұл ауру кезінде көздің алдыңғы беткі қабығы зақымданып, көру қабілеті нашарлайды. Егер кератит уақытында емделмесе, ол көздің тұмандануы мен көру қабілетінің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Айдар есімді жас жігіт жұмысында компьютер алдында ұзақ уақыт өткізген еді. Бір күні көзі қызарып, жарыққа қарай алмастай болып ауырды. Ол бұны қарапайым көз шаршауы деп ойлап жүре берді. Бірақ уақыт өте келе көзі қышынып, ауырсынуы күшейе түсті. Тек дәрігерге барған кезде ғана оған кератит деген диагноз қойылды. Егер Айдар дер кезінде тексермегенде, оның көру қабілеті қатты нашарлап кетер еді. Кератиттің себептері қандай, достар? Кератиттің себептері әртүрлі болуы мүмкін екен. Олардың ішіндегі ең жиі кездесетін себептерге төмендегілері жатады. Ол инфекциялар, бактериялар, вирустар, санараулықтар кератиті қоздыруы мүмкін. Көзге инфекция түсуі кейде қарапайым гигиенаны сақтамаудан болады. Келесі ол механикалық жарақат. Бұл не? Ол көзге бөтен заттың түсуі, линза қолданудағы қателіктері. Кейбір линза тағады ғой, енді очки кигісі келмей, көзге линза киеді. Сол кезде дұрыс қолданбағандықтан қателіктер жұмсағаннан содан болуы мүмкін. Келесі ол көзге жарақат алуда кератиттің пайда болуына себеп болады екен. Жаңағы келесі контакттық линзаларда, линза киген кезде оларды дұрыс күтпесек, немесе ұзақ уақыт бойы үзбей киіп жүрсек, көзде бактериялар жиналып, инфекция түсуі мүмкін. Кейбірлері бар, оны енді әр линзаның өзінің мерзімі бар да, кейбірлер бір ай бойы көзден шешіп түсірмей жүре беруі болады. Кейбірлер күнделікті кешкісін шешіп, таңертең киілу керек те, болмаса таңертең енді былай айтқанда киіліп, кешкісін шешу керек, көз демалу керек. Және де арнайы оның сусыны бар, өзінің сұйықтық. Соған ол түсіп, батырылып, енді ояқта бактериялардың бәрі жойылып, ертеңгісін таза күйінде көзге киілу керек. Кейбіреулер оны ерінгеннен, кейде ұмытқаннан, дұрыс қадамағаннан линзаны киіп, болмаса шешпей қалғандықтан көздері ауырып қалады. Және де аллергиялар мен көздің құрғауы. Бұл кей адамдарларда аллергия көз қабығына алып келеді. Енді кератиттің белгілері. Кератиттің белгілері көбінесе тез пайда болады. Егер сізде төмендегі енді келесі айтылған белгілер байқалса, дереу дәрігерге қаралуыңыз қажет. Бұл көздің қызаруы мен ауырсынуы, көзде таманданудың пайда болуы, жарыққа қарай алмау, көзден аққан ірін немесе артық сұйықтық, көру қабілетінің төмендеуі. Бұл симптомдар кейде үлкен кісілерде де, әсіресе жиі жастарда, енді және де кішкентай балаларда кездеседі. Гүлмира есімді әйел бір күні көзінің қызарып, ауырсынғанын байқайды. Ол бастапқыда оны қарапайым аллергия деп ойлап қалды. Бірақ көзіндегі қызару күшейіп, көзі тұмандап тұманданып көре бастады, енді көзі нашарлап. Ақыр соңында дәрігерге барып, кератит диагнозын естіді. Егер ол дәрігерге уақытында қарамағанда, көру қабілеті әлсіреп, тіпті сол көзінің көруі жоғалуы мүмкін еді.
кей кезде адамдар соның маңыздылығын түсінбейді да. Кератиттен қалай сақтануға болады екен? Кератит секілді ауыр аурулардың алдын алу үшін көзімізге дұрыс күтім жасауымыз қажет. Мұнда бірнеше пайдалы кеңестер бар достар. Бұл гигиенаны сақтаңыз. Ондағы не? Қолыңызды жиі жуып, көзге тигізбеуге тырысыңыз. Қолды жуу бүгін енді әдет болды деп ойлаймын. Өйткені коронавирус уақытында адамдар жиі бірнеше рет, біріміз, екіміз, үш рет жуады ғой. Енді білмеймін, көбісі жуып жүрген деп ойлаймын. Соны әдет қалып, қазіргі кезде біріміз екі рет жуады адамдар. Сол қолдар таза ұстауға тырысады. Өйткені неше түрлі айналамызда вирустар бар. Келесі, контактты линзаларды дұрыс қолданыңыз. Линзаларды тек таза суға жуып, түнде шешіп қойыңыз. Линза қолданушылар жиі гигиенаны ұмытып кетіп, осыдан көз инфекцияларын жұқтырып жатады. Көзге демалыс беріңіз. Егер уақыт бойы енді компьютер немесе телефонмен жұмыс істесеңіз, көзіңізді демалдырып тұрыңыз. Әр сағат сайын көзіңізге 5-10 минут үзіліс беріңіз. Әйтпесе кейін өкініп қаласыз. Сіздің денеңізде шаршайды ғой, көзіңіз тұрмақ. Мысалы, бір 40-45 минут жарайды, бір 50 минут жұмыс істедіңіз, 5-10 минут тұрып, кішкене зарядка істеп, көзіңізді компьютерден алыстатып, кішкене өзіңізге де демалыс беріңіз. Және де жиі отырғаннан адам кішкене одан да шаршайды. Адамға енді денесіне бұлшық еттері іс-қимыл керек қой. Сондықтан кішігірім зарядка жасаңыз, өзіңізге пайдалы. Келесі, дәрігерге қаралып тұрыңыз. Көз ауруларының алғашқы белгілерін байқағанда дәрігерге бару маңызды. Өз бетіңізше ем жасамай, мамандардан кеңес алыңыз, достар. Ары қарай кератиттің емдеу жолдары. Кератитті емдеудің жолдары оның себебіне байланысты болады. Дәрігерлер алдымен қандай инфекция бар екенін анықтап, оған қарсы дәрі-дәрмектерді тағайындайды. Кейбір жағдайларда арнайы көз тамшылары немесе антибиотиктер қолданылуы мүмкін. Ең бастысы емдеу кезінде көзге күтім жасап, емді тоқтатпай дәрігердің барлық нұсқауларын орындау қажет. Кейбір адамдар бар ғой, шыдамай кетеді ғой. Бір басында, мысалы 1-7 адамдарға назначение береді ғой. Көзіңді осылай күт деп, мынаны таңмыз, осындай енді процедуралар және де демалдыру уақыттарын беріледі. Бірінші, екінші күн қолданады, ары қарай адамдар қол сілтеп, қалған 3-4 күнін орындамайды. Кішігірім көзі жақсылай бастады ма, кішкене жақсы сезіне бастады ма, қалған ұмытып кетеді. Ол дұрыс емес. Кейін ақыраяғы асқынып кетуі мүмкін. Ең дұрысы, енді бұнда жауапкершілік қой, достар. Егер сіздің жауапкершілігіңіз бар болса, сіз күтімді болып, шыдамды болып, оны аяғына дейін емді жеткізуіңіз керек. Сіздерге бүгін бергіміз келетін кеңес бұл: көздің ауырсынуын сезінсеңіз, дәрігерге барудан тартынбаңыз. Кератит секілді аурулар күрделі болса да, дер кезінде емделсе, толықтай жазылуға болады, достар. Мінекей, көз деген бүгін ол маңызды. Сондықтан қолыңызды жиі жуыңыз, бет қолыңызды жиі жуыңыз. Әсіресе үлкен қалаларда бүгін енді смог деген бар ғой. Жағымсыз ауа райы, болмаса жағымсыз ауа дегендей, шаң, соның бәрі көзге отырады ғой. Сондықтан жиі көзді жуып отыру керек. Көзді көп нәрседен сақтау керек. Көз сіздің денсаулықтың маңызды, сіздің дене мүшеңіздің маңызды жерлерінің бірі да. Өйткені көзсіз адам нашарлай кетеді, нашарлай сезінеді. Көп нәрсе бір жетіспейтін сияқты. Қатты бір өзінің психологиясына да, жалпы сезіміне де әсер етеді да. Сондықтан көзді күтейік, достар. Баламнан сұраймын ғой кей кезде, сен кім берді бізге? Кім берді десе, мені сіздерге Құдай берді дейді ғой. Сол секілді, достар, көзіміз, көзді бізге Құдай берген. Құдай берген ең үлкен нығметтердің бірі ғой бұл. Оның саулығы біздің өз қолымызда. Сонымен абай болайық, күтім жасайық. Көздеріңіз жақсы көрсін, денсаулықтарыңыз жақсы басын. Құдай сіздерге жар болсын. Келесі кездескенше, достар, сәлеметті болыңыздар, тіркеліп қойыңыздар, тіркемей болсаңыздар, және де бағдарлама ұнаса лайк басып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, бейнежазбаның бетінде, болмаса астында WhatsApp-қа сілтеме бар. WhatsApp-қа кіріп бізге сұрақ қойсаңдарыңыз болады.